Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін осындай лаваштан әдемі рулет дайындаймыз. Ол үшін менімен бірге болыңыздар. Өте тәбетті ашатын әдемі болып шығады, осындай қонаққа қоюға да ыңғайлы. Ол үшін алдымен барлық ингредиенттердің бәрін ұсақтап турап аламыз. Краб таяқшаларын, жұмыртқамызды бәрін ұсақтап турайсыздар. Сосын барлығын бір ыдысқа жинап сала бересіздер. Картобымызды тураймыз ұсақтап. Картобымызды саламыз және укробымызды саламыз. Және колбасамызды үкіштің үлкен бөлігінен өткіземіз. Сырды да осылай етіп үкіштің үлкен бөлігінен өткізесіздер. Ал чеснокты үкіштің ең кішкентай бөлігінен өткізесіздер. Бір бас чеснок немесе екі кішкентай чеснок болады. Енді жуамызды турап, барлығын біркелкі араластырамыз. Дәміне қарай тұзын саласыздар, бірақ көп салмаңыздар. Және майонезімізді қосып, біркелкі араластырасыздар жақсылап тұрып. Енді лавашымызды жайып, осыған тегістей бетіне салмасын салып шығамыз. Шамамен 3 үлкен лавашқа жетеді бұл. Барлығын осылай орап, холодильникке 15 минутқа салып қоямыз. 15 минуттан кейін алып кессеңіздер болады, өте дәмді болып шығады. Әрі жұп-жұмсақ, әдемі, қонаққа қоюға да тәбетті ашады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер және каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.